Жалпы осы жиналыс өте жақсы болды, өте уақытысымен деп ойлаймын. Себебі осы күнге дейін интернетке байланысты онша күрделі, толық ақпаратта ашық айтылып жатқан бірінші рет деп ойлаймын. Бұл жерде өте көп мәселелер көтерілді. Одан да көп мәселелер, сұрақтар жауапсыз қалды. Осының өзі сұрақтың көптігінің елдің айта алмай жүргендігін көрсетіп отыр. Жалпы өте көп адамдар өзінің сұрағына деген жауабын таба алмадым, не өзімнің сөзімді айта алмадым деген ойда қалды. Осының өзі жалпы адамды бір алдыға шақырып тұрған сияқты. Себебі бұл біткен немесе таусылған мәселе емес, жалпы бір бұлақтың аузын ашылғандаймыз. Және осы заманға сай бүкіл әлемді толғандыратын мәселелердің бірі. Себебі интернет дегеніміз ол бір жағынан демократияның көптеген қалай айтсам екен, көптеген сұрақтарына жауап ретінде, көптеген қорқыныштарға қорған ретінде, пана ретінде қолданылып жатыр. Соның өзі халқының демократиялық дамуына өте күрделі үлес қосады деп ойлаймын. Жалпы бұл жерде осымен тоқталмау керек. Бұл тек қана бір тармақта емес, жеке көп тармақта өтіп, тек қана Алматы, тек Астана емес, жалпы региондарға барып, басқа да ауылдағы қарапайым халықты интернетте баулап, оларға жеткізіп, ақпаратты жеткізіп, интернет дегенді неге түсіндіру мақсатындағы алғашқы қадам деп ойлаймын.